Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Ақмола облысы шетелге 2 миллион тонна астық экспорттай алады. Аймақта ел экономикасынан елеулі орын алатын ауыл шаруашылығын өркендету мемлекеттік маңызды міндетке айналды. Биыл өңір бойынша 4,3 мың гектар алқапқа дәнді дақылдар егілді. Сөйтіп жалпы көлемі 5,7 миллион тонна астық жиналды. Яғни түсімділік артып, былтырғы жылмен салыстырғанда едәуір ұлғайып отыр. Айта кетейік, күзгі орақ науқанына 8,7 мың комбайн жұмылдырылды. Оған дайындық қызу жүргізіліп, жиын-терім жұмыстары ойдағыдай орындалды. Сондай-ақ аймақта алтын асық, құлан, ырыс секілді мемлекеттік бағдарламалар нәтижелі жүзеге асырылып келеді. Келер жылы республикалық бюджет кірісі 4,3 триллион теңгені құрайды. Трансферттерді есепке алмағанда осындай көрсеткіш тіркелуі тиіс. Бұл бюджет жобасы үкіметтің 2017-2019 жылдарға арналған макроэкономикалық болжамдарына сай әзірленді. Келер жылы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасына 387,4 миллиард теңге бөлу үшін ұлттық қордан нысаналы трансферт тарту жоспарланып отыр. Оның 150,5 миллиард теңгесі көлік логистикалық инфрақұрылымды дамытуға жұмсалады. Ұлттық индустриялық мұнай химия технопаркі арнайы экономикалық аймағын дамытуға 7,7 миллиард теңге бөлінеді. Ал жылу және сумен жабдықтау, су бұру желілерін жаңғырту сынды жұмыстарға 53 миллиард теңге қарастырылады. Тұрғын үй құрылысы мен оның инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын қалыптастыруды жоспарда бар деп мәлімдеді ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев. Еліміздегі шағын бизнестің еңбек нарығында өңдеу өнеркәсібі көш басына көтерілді. Бір жылдың ішінде салада жұмыс күшінің саны 23 мың адамға ұлғайды. Бұл есепті кезеңдегі ең жоғарғы көрсеткіш. Яғни кәсіпорындар мемлекеттік қолдаудың арқасында еңбеккерлер санын арттырып, өндірісін өрге бастырып келеді. Биылғы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша өңдеуші шағын кәсіпорындарда 177 мың адам жұмыс істейді. Ал ондағы өндірілген өнім көлемі 477 миллиард теңгені құрады. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 2 есе артық көрсеткіш. Жалпы даму қоры тарапынан шағын бизнестің дамуына зор қолдау көрсетіліп жатыр. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.